Сценарий өздеріңіз жасайтын мультфильм бойынша деп ізденіп келген мұғалімдер бар ма? Қатысушылар. Кім қандай тақырыпта ізденді? Не істедің? сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Абайды бүгін әрең жасадым. Жаңағы вот этот регенерация жасау, Аха. сондай заттарды. Сосын енді былай қарасам, сіз кеше айттыңыз ғой, капкут жаса деп. Капкутпен жасау керек деп. Честно сказать, этот телефондағыда капкутты онша да білмеймін. Не знаю, курс кішкене қиындау екен негізі. Жарайды, онда менімен қайталап жасаңыздар. Менімен қайталап жазсаңыздар болады онда. Так, бүгін біз мынандай фиксверста картинкаларды қозғалтамыз. Осындай картинка салынады. Осындай картинканы промпт арқылы осылай қозғалту. Мына жерде примерлар тұр, соларды қолдансаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің картинкаларыңызды жаңаға қойсаңыздар болады. Немесе осы жердегі промпттарды алып қолдансаңыздар болады, чтобы жаңағы үйрену үшін. Бұл күніне 60 кредит беріледі. 60 кредит деген простой картинканы қозғалту үшін 5 секундтық 20 кредиттен жасайды. 20 кредит 5 секундқа тең. Значит, 15 секундтық күніне видео жасай аласыздар. Егер жаңағы осы жерден басқа да жаңағы видеолар ұнап жатса, онда осы жерден примерларды қолдансаңыздар болады. Бұл аудиомен бірге жасайды, бірақ ол кезде уже кредиті кішкене көбірек болады. Бізге аудиосыз, аудионы өзіміз қолданамыз. И сондықтан жаңағы бізге 20 кредит кетеді, яғни тек қана картинка мен промпты береміз. Енді қазір былай жасаймыз. Сіздерге мен мына презентацияда көрсетілген мына картинканың промптын берем. Сіздер чат GPT-ға салып, осындай картинка алуларыңыз керексіздер. Одан кейін Айдананың картинкасын аламыз. Сосын осы екі кадр жасаймыз. Сосын үшінші кадрды өздеріңіз қосасыздар. Яғни бізде бір 15 секундтық бір шағын жаңағы Айдананың таңдауы ма, сол сияқты бір 15 секундтық мультфильм жасауымыз керек. Ол үшін жаңағы сіздерге берілетін кадр мына балалар. Сіздер жаңағы осыны қалай қозғалту керек, соны көрсетемін. Айдананы қалай қозғалту керек, соны көрсетемін. Үшінші картинканы, үшінші кадрды өздеріңіз қосасыздар. Ол жерде мұғалімді алып келіп қоясыздар ма, чат GPT-дан жаңағы картинка жасауларыңыз керексіздер. Немесе балалар келіп Айдананы шақыра ма, жүр ойнайық деп. Яғни ол үшінші кадр, ол сіздердің фантазияларыңызға байланысты болады. Түсінікті ма? Қазір мен сіздерге осы екеуін промпт берем. Чат GPT-ға кіресіздер, генерация жасайсыздар. Екі картинканы генерация жасап алып, одан кейін фиксверспен жұмыс жасайтын боламыз. Фиксверс бізде картинка мен промпт арқылы жұмыс жасайды, и одан кейін чисто жаңағы не арқылы да жасайды. Промпт арқылы да промпт саласыз, картинкасыз, просто промпт жазасыз. Сол бойынша да жасап береді. Яғни бұл жерде егер мынау осылай промпт арқылы жасаған кезде кішкене качествосы онша емес. Енді ол кішкене стилін таңдау керек, соған байланысты. Платный версиясында уже 1080 расширение болады, жаңағы качествосы. Бұл жерде 720-360 деген качествоны көрсетеді. И одан да бөлек жаңағы жұмыстарда қолдансаңыздар болады. Мысалы, худтруттан сабақ беретін мұғалімдер болса, осындай эскиздарды жүргізуге болады. Жаңа картинканы қойып, осыны жүргізу үшін промпт саласыздар. Сол картинкаңыз, салынып тұрған картинка, ол жүреді. Негізі бастапқы картинка осындай. Содан кейін промпт қойылған кезде осындай жаңағы видео жасап береді. 5 секундтық видео генерация жасалынады. Так, енді қазір промпт жіберемін сіздерге Zoom-чатқа.
Так, сіздерге Zoom чатқа қазір жібердім. Енді жіберген промптты чат GPT-де ашамыз. Осылай қай жерден бастаймыз, немесе сіздерде орысша болуы мүмкін. Осы жерге мен жіберген промптты саласыздар, қоясыздар. Одан кейін генерация жібересіздер. Давай. Да, мен каждый раз видео жасағаннан кейін чат GPT сіз қалай жұмыс жасайсыз, сол памятте сақтап қалады. Мен в основном жаңағы промпт арқылы видео жасаймын. Сондықтан маған соған промпт беріп тұр да, дайын мен картинка салған кезде. Ал сіздерде чистый, менде өйткені история мына жерде полностью сақталып тұрады. Сіз қандай нәрселер қолданасыз, барлық нәрселердің барлығы сақталып тұрады. Күтеміз, сіздер просто осыны салсаңыздар болды, автоматически картинка жасалынады. Қазір чат GPT-ді ашып, картинканы жасаймыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Чат GPT-ді ашамыз. Мен берген Қазір. промптты саламыз, Аха. генерацияны күтеміз. Түсінікті. Мгм. Түсінікті. Қазір жасаймыз, құп болады қазір. Сіздер мысалы чат GPT емес Gemini'ді қолданатын болсаңыздар, Gemini'мен жұмыс жасасаңыздар болады. Одан да бөлек Cloudy деген бар. Енді қайсы сіздерге удобно картинка генерация жасайтын? Google Labs'тікі бар, Google iStudio бар. Бұл жаңа шыққан картинаны не істейміз, сақтаймыз ба әлде Иә, сақтап алыңыздар. Мен что-то долго жұмыс жасап тұр. Картинка біреуге шықты. жібереміз ба әлде мен ана Иә, сіз чатқа жібере салсаңыз болады, егер болса. осы Қандай чатқа, иә? результат шықты, иә, осы чатқа. Қандай Аха. результат шықты. Екі промпт саласыздар. Сосын барлығымыз генерация жасалғаннан кейін fix source-қа барып, оның промптын жіберемін. Мынау біз қалай мына чатқа қалай жіберуші еді? Сіз Zoom чатқа кірген кезде, мына жаққа, Мгм. Zoom чатқа Қазір. кірген кезде, мына жерде файл тұрады, мына гифтан кейін файл деп тұрады, соның үстінен басасыз да, ваш компьютер деп өзіңіздің қай жерден загрузка жасайсыз, соны қолданасыз. Сосын жібересіз. Телефоннан қазір көрейін. Мгм. Байнатты Құрсын суретті жүктеп аламыз болды ма? Сурет Иә, шықты ғой? иә, екі картинка шықты ма? Соны жүктеп алыңыздар. Жоқ, қазір біріншісін ғана істедім. Аха, екінші промпт салыңыз. М,
Қолдарыңызда келіп отыр ма? Мұны чатқа жібере алмай отырмын. Так. Чатты таңдайсыз. Файл деген таңдайсыз. Сосын сізде ваш телефоннан ба? Телефоннан болса, осындай файл деп тұрады, соңғы тұрады. Dropbox, Google Диск дегендер келмейді. Мынаны таңдайсыз, ашасыз, сосын жібересіз. Мен басқа аккаунттан кіріп отырмын, ChatGPT-ға қолданбайтын. Сол жерге жазасыздар, осылай бір рет қана мен берген промпт просто қойып, генерацияға жібересіздер, автоматически осылай изображение создавать етіледі. Айттым ғой, әр кезде әртүрлі жаңағы несі береді. Енді осыны так. Енді қозғалтамыз оны. Бірінші жасалайық. Екі картинкада дайын ба сізде? Қазір дайын болып қалды ғой деймін, Сосын қараңыздар. Енді былай жазсаңыздар болады. Мысалға бір жерге осылай мен сияқты екі картинканы осылай салдыңыздар, иә? Сосын үшінші картинканы, бізде енді үш ақ картинканы қозғалта алатын болып тұрық қой күніне. Сондықтан үшінші картинканы сіздер ChatGPT-дан сұрасаңыздар болады. Мысалға, осы суреттерді жалғастыр, келесі қандай қылып қойсам болады, немесе осыдан кейін өзіңіз көріп тұрсаңыз не болатынын, онда сразу жазсаңыз болады. Мен осындай, осыдан кейін осындай жаңа картинка болған қалайым деп жаңағы запрос жазсаңыз болады, немесе осы екі картинкадан кейін қандай үшінші картинка жасауға болады деген сияқты запрос жіберсеңіздер болады. Сол кезде ол сіздерге жаңағы варианттар беріледі, сосын бір-екі вариант таңдап аласыздар. Соның картинкасын көріп. Сұрауға болады, мынау мектеп дәлізі деп басталатын промптта у меня что-то зависло, и 3 точки шықты да, больше действий деп. Туда нажимаю, ветка в новом чате деп шығады солай. Это что? Обновите, просто обновите. Обновлять етіп жіберейін, да? Иә, обновить етіп жіберіңіз. Менде де мына жақта платный версиямда әлі ойланып тұр. Так, енді ол жерде мысалға бізде қазір мүмкіндік өте көп. Сіздер мысалға ChatGPT-дің лимиті бітіп қалса, Gemini бар, Google-дың продукциясы. Ол жерде де бесплатно картинканы жасай аласыздар. Яғни сіздерге мүмкіндік беріледі. Только платный версиясын алған кезде, про версиясын, видео деген ғана пункт қосылады. Ал сіздер бірақ бесплатный версиясында создание изображения жасауға болады. Мне мынандай Gemini-да мынандай қылып картинка создавать етіп берді. Енді осы екі картинканы немесе на ChatGPT-да шыққан картинканы қозғалту керек. Үшінші картинкаға идея бер деп солай сұрасаңыздар болады. Қазір кімде екі картинка уже дайын, генерация дайын болып тұр. Солар сұрасаңыздар болады. Мен жаңағы екі картинаны өзім WhatsApp-ыма жібере салдым ссылкасымен. Маған басқа что-то жібере алмадым. Оны Ссылка емес, сіз скачать етіп алыңыз. Так. Скачать ету керек оны. Екі картинаны скачать етіп алдық қой, ноутбукке, сосын не істейміз? Ол скачать ететін мен что-то не получается. Ана екі стрелка тұр ғой, копировать деп тұр, сосын ортасында стрелка деген отправить деп тұр. Былай қараңыз, міне мына жерден басасыз. Картинканы мен немді қарасаңыз, картинкам үстін басқан кезде мына жақта сохранить деп тұр. Или просто жанына жақындатқан кезде мынандай скачать кнопкасының белгісі тұр.
соның үстіне бір рет басасыз, ол загрузка бөліміне автомат түрде түседі. Поделиться мына жағында тұр ғой, ал мынау мына жағында ұнайды ұнамайды деп тұр, мына жанында скачать кнопкасы тұр. И тоже мына жерде де өйстіп не істейсіздер. Енді қазір болғандар, мен қазір сіздерге осы сайттың ссылкасын берем. Fixworks деп аталатын. Зумчат арқылы жіберем. Соған кіріп, Google арқылы регистрация жасай беріңіздер. Просто Google таңдайсыздар. Мына жақтан көрсетейін. Өйстіп мен жіберген ссылкаға кіресіздер осылай. Сосын кіргеннен кейін, менде продолжить деп тұр. Сіздерде осылай шығады. Сосын осылай бірінші главный беті шығады. Сосын мына жерде логин деп тұр, оң жақ жоғары жақта. Соған басасыздар. И басқаннан кейін мына жерде бірінші Google-дың значогы болады сіздерде. Соның үстінен басасыздар. Біз Google арқылы кіруіміз керек. И сосын аккаунтыңызды таңдайсыз, рабочий, который паролін бәрін білетін. Соны басқаннан кейін күтесіздер, автомат түрде жаңағы неге кіргізеді. Мына жерде сіздің уже фотоңыз тұрады. Сіз автомат түрде кіріп тұрсыз. Енді сіз пока мына жерде не жасауға болады, соны ашып қарасаңыз болады. Мына жерде музыкалармен қасына жақындатқан кезде уже бастайды. Қандай приложение, соның атын жазып жібересіз ба, ссылка қылып па? Мен зумчатқа жібердім ғой, Fixworks деп. Қазір Мгм. көрмей тұрғанмын ғой, кешіріңіз. Мгм. Так, оны. Ссылканың үстіне кіріңіз, Fixworks деп аталады. Бұл картинканы қозғалту үшін. Кіріп Google арқылы тіркелдік қой. Я Google арқылы тіркелесіздер. Жасадыңыздар ма? Ойланды. Да, тіркелдік. Мгм. Тұрмыз, енді дальше Я, что? хорошо. Хорошо, дальше онда. Так, дальше бізде мындай болады. Енді сіздерге промпт жіберем. Мына жерде жасалған нелер.
Қазір сіздерге мына балалардың несін жасаймын. Мына жерде көріп ма? Қазір сол жасаған, дәліз бойынша жасаған картинкаңыз бар ғой. Соны қоясыздар да, мынандай промпт жіберіп тұрмын. Ребята идут по коридору и улыбаются, заходит в класс деп тұрмын ғой осылай. Енді сіздер бұл жерде дополнительно өздеріңіз деп текст қоссаңыздар болады. Осындай тағы мынандай текст жетіспей тұр деп ойласаңыздар, сондай текст қоссаңыздар болады. Қазір мен осы промптты мына дәліз бойынша жіберіп жатырмын Zoom чатқа. Сіз неге жібере аласыз ба ана WhatsApp-ның чатына? Қазір. Қазір солай удобнее, оказывается. Болды. И екіншісі мынау Айдананікі. Тоже дополнительно қосатын болсаңыз, мен мына жаққа да, ана жаққа да жіберейін. Сіз мына суретті ше, видео дегенге қойып жатсыз ба, или изображение дегенге? Жоқ, мен қазір сіздерге былай жасап отырмын. Ана картинканы қозғалту үшін бізге сіздерге картинка бар қазір. Енді сол картинканы қозғалту үшін мына жақта да промпт жазу керек. Яғни картинка не істеу керек? Отыру керек пе, жүгіру керек пе? Картинкадағы персонаждар не жасау керек? Соны жазуымыз керек. Енді қалай жасаймыз? Сіздерде осылай главный сайтқа кірулеріңіз керексіздер. Картинканы қозғалту үшін fix words деп аталады. Соған кіресіздер, осылай главный болып тұрады. Сіздерге керекті жер ол біріншіден, осы бірінші қолданатқандықтан керек жер осы жер. Міне мен мына жерде белгілеп жатырмын карандашпен. Осы жер немесе сіздер сразу екінші вариант. Мына жерде видео деп тұр. Соған кірсеңіздер болады. Или же осылай кірсеңіздер болады. Басында сіздер осылай кіріп, потом соңында осы жаққа кіресіздер. Генерация жіберген кезде. Так, сразу осылай видеоны ашсаңыздар болады, немесе мына жерден сразу загрузка жасай берсеңіздер болады. Мына картинканың үстінен басасыздар. Сосын загрузкадан так, менікі қайсысы? Загрузкадан жаңағы дәліз таңдайсыздар. Мына жерде 70%, 50% деп өз картинка загрузка болады. Сосын картинка загрузка болғаннан кейін мен жаңа промпт бердім. Сол промптты осы жерге опишите контент деп тұр ғой. Сол жерге қоясыздар. Міне мына жерге картинканы қойдық. Міне картинка тұр. Енді промпт жазамын. Ребята идут по коридору, улыбаются, заходит в класс деп. Осылай жаздым. И сосын мен алдында айтқам, бір-ақ рет қана создать деп, бір-ақ рет қана басасыздар. Бірнеше рет басып қажет жоқ. Жақсы ма? А то бірнеше рет бассаңыз, бірнеше кредитіңіз кетіп қалады. Сосын мына жерде қарап тұрсаңыздар, астында өте көптеген жаңа дополнительный функциялар тұр. Біз 360-пен жасап жатырмыз. Одан да бөлек жаңағы качестволар бар. Енді бізге берілген 20 кредитке осы 360. И сосын жаңағы аудио қосуға болады, мультикадрлар қосуға болады, яғни айналып сондай. Оны қосатын болсақ, бізде кредит өседі. 30 кредит болды уже. Аудио қосатын болсақ, тоже өседі. Сондықтан жаңағы звуковой эффекттер, мынандайлар тұр. Бізге пока осы картинканы қозғалтып алсақ болды. Осы картинканы қоясыздар, текст жазасыздар, и сосын создать деп бір-ақ рет басасыздар. Бағана өзіміздің жүктеп алған картинамыз ба? Иә. Коридор бойынша, и сосын андай жасадыңыздар ғой. Соны мен не сохранилось, қай жерде сохранилось, білмедім. Қайтадан ChatGPT-ға кіріңіздер, скачать етіңіз. Любой Google-дан скачать еткен материалыңыз қай папкаға сақталады, соны қараңыз. Ол мына жерде тұрады. Мына жерде өзі басқан кезде мынандай значок пайда болады. Соны үстінен басқан кезде көресіз. Басасыз папканы, ақырын картинканың жанына барған кезде папканың значогы болады. Соны ашып, қай жерде сохранить етіп тұрғанын көруге болады мына жерден. Мен перетащила скачанные фотоны, поставила жаңағы неге, сосын астында жазып тұр, опишите контент, который хотите создать. Енді сол жерге
Не деп жазайық? Мен зум-чатқа жібердім. Ребята идут по коридору. Сіз егер дәліз болса, балалар бойынша жүгіріп жүрген бала болса, ребята идут по коридору и улыбаются, заходят в класс деп жазасыз. А егер Айдана болса, девушка Айдана. сидит, Айдананы қойып жатсыз ба, онда девушка Иә. сидит, смотрит телефон, прячет его за книгой деген промпт жазасыз. Телефон. Телефон. Прячет его. Ана жерге мен зум-чатқа жіберіп қойдым сіздерге, и WhatsApp-қа да жіберілді. WhatsApp-қа да жіберіп қойдыңыз ба? Девушка сидит. Все, рахмет. Мгм. Сейчас. Создать деймін да? Я бір-ақ рет басыңыз, апай, бір-ақ рет. Бір-ақ рет Мен создать создам. етіңіз. видео шықты. Шықты, я Бірінші сразу суретпен генерация істедім. жасайды. Я үстінен басқан кезде, Иә, каждый мысалға видео шықты. картинканы үстінен басқан кезде, ол өзі қозғалады. Мына жерде, мынау мысалға. Жасаған Скачать дүниелеріңізді. етеміз ол видеоны или тұра бере ма? Иә, скачать ете аламыз. Қазір былай үстінен басасыздар. Сосын скачать деп тұрады. Сосын бір рет қана бассаңыз болады. Или же с водяной знаком деп выбрать етсеңіз болады. Ол загрузкаға түседі мына жерде. Мына жерден. Водяной знакпен скачать етеміз, потому что бізде бесплатный версия. Так, енді... Знакпен, қандай знакпен? Ана, скачать с водяным знаком. Иә. Енді Айдананы қоясыздар. Ол үшін мына жерде жаңа сіздің картинкаңыз тұрады. Просто X деп өшіріп тастайсыз. Мына жерде картинкаңыз тұрады. Жаңа бұрынғы салған картинкаңыз тұр. Соны X деп өшіріп тастап, осылай пустой болады. Сосын мына жерде бұрынғы промптыңыз болады. Оны да өшіріп тастайсыз. Жаңа коридор бойынша или біреу Айдананы жасаса. Сосын мынаны басасыздар да, енді Айдананы таңдап аласыз. Сол күтесіз, мына загрузка өзі. Мына жерде ақырын көрініп тұрады, анда 50%, 70% деп картинканың загрузкасы. Болды, болғаннан кейін бір рет создать деп басасыздар. Менде кредит бітті. Жаңа алдыңғы видеомен суретті қайтып өшіреміз дедік, бір айтсаңызшы. Мына жерден бүйтін осылай тұр ғой. Осылай тұр, соны мына жерден X деп басасыз қазір тұрсын, өше сайын. Міне мынандай картинка тұр. Соны мына жерде X деген болады, соны басасыз. Қасына жақындаған кезде. Өшеді сол кезде. Мен ана жаққа қоя салайын. На сегодня только екі видео жасасақ болатын шығар, да? Біз қазір еще видеоның несін жасаймыз ғой, аудиосын жасаймыз ғой еще. Кошмар. Бұл әлі біткен жоқ. Ойлайсыздар ғой, не оңай жасалынады деп. Негізі, андай басында жасаған кезде етаптары көп болады да. Енді бірақ ертең еще көрсететін бір нем бар, ол енді оңай промптпен жасалатын. Сондықтан тиімді қайсысы енді ыңғайлы болады сіздерге, сонымен жұмыс жасайсыздар болашақта. Потому что видео жасаған кезде заказға алып жатсаңыздар, видео жасаған кезде клиенттің түрі өзгермеу керек деген сияқты клиенттер сондай, или біреудің заказын жасап қаласыз деген сияқты ғой, енді кім біледі. Сол кезде клиенттің бет әлпеті өзгермеу керек, сондай тағы условиялар болады ғой. Потому что осындай генерация жүрген кезде адам бет әлпеті өзгеріп кетеді. Соған бірнеше бір сайттарды білген жөн да. Сол кезде әртүрлі сайттарды қолданып, Geminiға картинка жасап, потом былай жасап, в общем, амалдап жасап бересіздер ғой. Так, осылай картинканы қоясыздар, мынаны қоясыздар, и сосын создать деп басасыздар. Бір рет басасыздар, болды. Күтесіздер сосын. Оны сосын скачай мен. Я тоже скачать етіп аласыздар. Скачать. Әйтеуір получилось. Но с водяным знаком, без водяного знака дейді. Сіз с водяной знак деп жазасыз, потому что бізде ана не ғой, платный ғой ол.
басқанда. все, Сол с деп басасыз, өзі автоматически загрузкаға түседі. Так. Жасап жатсыздар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жасалынды, енді оны скачать еттім. Так, қай Иә, жерге скачать еткені, қайдан шығады екен? Тоже загрузкада тұрады, ол автоматически мен загрузка. неден тұрмын да, ана телефоннан істеп жатырмын. Сіз қандай айфоннан ба, қандай? Иә, айфоннан. Айфоннан, Гуглдан емес, өзіңіздің айфон браузердан көріп отырсыз ғой, иә? Білмеймін қалай айырылғанын. Әйтеуір войти через не деп тұрды ғой деймін. Қазір көреміз. Через Самыгам дисктен жасай берсеңіз болды, ноутбукпен жасадық. жасаған кезде ыңғайлы ғой. Аха. Если что, мен ана жақтан видео жібере саламын. Сонымен де қолдана бересіздер. Так, Екеуін де жасадық қой енді. иә, екеуін де жасадыңыздар. Екеуі жасау керек па? Анда Айдана мен ана коридорды жасадыңыздар ма? Генерация Мен қозғалтыңыздар ма? коридорда ғана жасап қойдым. Коридор. Мен ана үшінші тапсырма бар ғой. Үшінші ана чат GPT-ға өзіңіз нетіңіз деген. Соны істедім. Не жасадыңыз? Үшіншіге қандай идея айтасыз? Сізге ұқсас қойдым. Қандай? Дети заходят в класс, подходят әкімге, Айданаға келіп ойнауды ұсынды деген. Жоқ, оны емес. Мен оказывается, сіздің айтқаныңыз дәлізден кіріп келе жатыр дегенді істеппін ғой. Иә. Оны картинканы жасадық, мына Айдананы қозғалттық. Енді үшінші картинка, балалар Айдананы жаңағы телефонда отырмай Ойынға шақырт деген. ойынға шақырды. Немесе мұғалім айтады Айданаға, звонок үзіліс уақытында телефонды көп қолданба деп, ойнап кел деп, сол сияқты ескерту жасайды деген сияқты, или басқа да нәрсе. Вообще неше видео болу керек? Үш картинка болу керек қой бізде, үш картинка. Үш картинаға үш видео, иә? Иә. Видео. Так. Жасадыңыздар ма? Сол картинканы, үшінші картинканы сіздерде еще 30 кредит қалады. Соны аласыздар да, үшінші картинканы ChatGPT-ден генерация жасағаннан кейін қайтадан Fixverse-қа салып, үшінші картинканы қозғалтасыздар. Оған промпты тоже өздеріңіз жазасыздар, опишите контент дегенді. Екі картинканың промптын мен бердім, үшіншісін өздеріңіз жасап картинка создавать етесіздер, и сосын қозғалтасыздар. Кейін үш видеоны байланыстырамыз ба? Сосын үш видеоға монтаж жасаймыз.
жасадыңыздар ма? Иә, қазір 5% қалды грузится. Мгм. Жақсы. Так, түсінікті ғой, иә, картинканы қалай фиксверсте қозғалту керек. Яғни осы жерге кіресіздер, мына жерде примерларды қолдансаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің картинкаларыңызбен промпт жазып. Мына жерге промпт жазу деген опишите контент деп тұр ғой. Ол сіздің картинкаңыз қалай қимылдау керек деген сұрақ қой. Соны жазасыздар. Опишите контент, который хотите создать деп тұр. Немесе жаңа без картинки просто промпт жазасыз, сосын ол сізге создавать етіп береді. Оны да ChatGPT-дан сұрап алып, осындай контент жасағым келеді, маған соған промпт жазып бер десеңіз, сізге жазып береді. Без картинки просто қоясыз да создавать етесіз. Немесе картинкаңызды дайындап алып, соған сол картинка қалай қимылдау керек, соны жазасыз, описать етесіз. Немесе мына жерде қаншама примерлар берілген. Осы жерден жаңа мына жерде нелер бойынша беріліп тұр. Рекламная магия деп тұр, искусство деп тұр, животный театр деп тұр, образование, обучение деп тұр. Сол жерден қарап, егер қызықты нәрселер болса, соны мысалы мынау қалай создавать етіледі, соны үстінен басып қарайсыздар. Соны создавать етсеңіздер болады. Мына жерде примерлар тұр. Сол примерларды қолдансаңыздар болады. Шаблондар бар мына жерде. Соны қарасаңыздар болады. Мына жерде видеодан бөлек картинкада создавать етуге болады. Біз мына жерде мақсатымыз қазір картинканы видеоға айналдыру. Одан да бөлек айттым, жаңағы нелерді, набросоктарды қозғалтуға болады. Балаларға қызық болады, жұмыс жасайды, суретін салады, набросоктарды, сосын осылай визуалды түрде көрсетуге болады тоже. Так, жасадыңыздар ғой, иә? Енді бізге былай жасайсыздар. Енді үшінші нәрсе, сол ChatGPT-ні айтасыз, осы үш картинкаға аудиоға текст бер деп запрос жасайсыз. Или өзіңіз жазғыңыз келсе, өзіңіз жазсаңыз болады. Бірақ уақытты экономить ету үшін айтасыз ChatGPT-ға, енді осы үш картинаға маған аудиоға айналдыру үшін текст бер деп запрос жасайсыздар. Сосын сізге бірнеше бір вариант береді, соны қысқартып өзіңіздің ыңғайыңызға қарай көшіріп алып, жаңаға тексті аудиоға айналдыратын программаға көшетін боламыз. Енді осы үш картинкаға не дедіңіз? Осы үш картинкаға маған текст бер деп айтасыз. Аудиоға текст бер. Мына сияқты ғой, міне 20 секундтық деп көрсетесіз ғой. Мектеп дәлізі, нағыз энергия мекені, әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Потому что қазір видеоның сырт жағында осындай жаңағы озвучка сөйлеп тұру керек қой, диктордың дауысы. Сосын бірақ айдана үшін әлем осы экранға сиіп кеткендей. Ол парта астына тығылып, нағыз қызықтарды өткізіп жатыр деп. Мысалы, үшінші картинка создавать етпесеңіз, осы тексттарды қолдансаңыздар болады. Қазір тоже зум-чатқа жіберемін осыны. 20 секунд дедіңіз ба жақтыға? Иә, 20 секунд дей салыңыз, потому что картинканы ұзарта аламыз ғой. Егер жаңағы ондай сұрай алмай жатсаңыз, негізі сұрауға тырысыңыздар. Дополнительно сіздерге мен осы текст беріп қойын. Кім екі картинка ғана жасады? Мысалы, бізде екі картинканың несі бар? Мектеп дәлізі, нағыз энергия мекені, әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты оқиғаға толы. Сосын бірақ айдана үшін әлем осы экранға сиіп кеткендей деп, жаңағы бүкіл қызықтарды өткізіп жатыр телефон қарап. Сол екі картинканың текст жазылған. Енді бұл жерде точно осы текстті қолданыңыздар деп айтпаймын. Егер жаңа картинкаға келмей тұрса, мысалы парта астында тығылып отыр дейді, ал бізде айдана партаның үстінде отыр,
Сондықтан осындай жерлерін кішкене өзгертіп жібересіздер. Так, менде ана картинкалардың орындары ауысып кеткен ғой, сонда былай деп жазып беріпті. Тоже болады екен. Иә, Өзгерістер просто тексттарды ауыстырасыңыз болады. Или А, наоборот істесеңіз болады. Разница жоқ. Бірінші айдананы көрсетіп, потом аналарды көрсетсеңіз. Разница жоқ. аха, иә, солай шығыпты менде. Мгм. Ну, что-то директте көреміз. Аха. Самое главное сіздерде хотя бы бүйтіп ана көру ғой, жасап көру. Сосын солай осыны не жасау. істеймін енді? Қазір айтамын. Скопирую. Иә, скопировать етіп дайындап қойыңыз. Қазір мына жерде пример бар еді. Шыға болмаса. Скачать етіп алайын. Так, қазір сайтты жіберемін Zoom-чатқа и WhatsApp-қа. 11 Labs деп аталады. Eleven Labs, аха. Регистрация жасаймыз ба? Иә, Google-мен жасайсыздар. Бұл жерде енді қайдан алдыңыз, кімнен көрдіңіз, кімсіз деген сұрақтар болады. Соған бір рет жауап бересіздер. Bir рет регистрация жасаған соң, каждый раз кірген кезде ондай нәрсе сұрамайды. Bir рет Ошибка на стороне клиента дейді. ссылка арқылы кірдіңіз ғой, иә, 11 Labs Иә, деп. иә, Қазір осындай отыр. шығып көрсетті. Қазір. Ошибка приложения. Произошла ошибка на стороне клиента. Мен Подробнее қазір қайтадан жіберейін. Регистрироваться етуіміз керек па бұған? Может, полностью жүрмеген шығармын. Мы должны зарегистрироваться, да? Да, я Google-мен регистрация жасайсыздар. О, так, Google. Информатик болып кеттік. Ой, потом сабақта қалдым. Жақсы екен, иә. Айдана, Көп кітаптан жазамын. гөрі телефонды жақсы Бірінші сабақ, екінші сабағымыз осындай кішкене қиындау, қалғаны оңай. Ойнап отырып өтесіздер. Так, мына сияқты болу керек қой, пример. Қазір мен айтайын. Мына сияқты көрініп тұр ма? жатыр. Айдана, кітаптан гөрі телефонды жақсы көреді. Дәлізде достары қуанып жүгіріп жүр. Ал достары білім мен достықтан қуаныш табады. Ашық күйде жатыр. Осындай шағын ғана, примерно. Қазір осындай жаңа көрдіңіз, ана жақта тұрған озвучканы, диктордың сондай озвучка жасауымыз керек бізге. Мгм. Так, пример ретінде. Так, мына жерде несі бар ғой? Русский жоқ қой деймін, иә? Языктікі. Жоқ, қазақ тілі қазір қалай ауыстыру керектігін көрсетемін. А, Мынандай пример. Ол ағаш түбінде ерекше үн шығатын бұтақты байқайды. Жігіт сол бұтақтан аспап жасап, жүрек сырын шерткенде, табиғаттың өзі үн қосады. Бұл алғашқы домбыраның үні еді. Домбыра шығу тарихы, сол сияқтағы басқа ChatGPT-дан сұрап жасай берсеңіздер болады. мына Eleven Labs-тың несін ағылшын тұра берсін ба? Ең бірінші Жоқ, қазір ағылшын тұрса, сіздердің тексттарыңыз қазақша дұрыс емес болып қалады. Қараңыз, сіздерде былай болады бастапқысында. Осылай добрый вечер деп шығып тұрады өйстіп. Сосын сіз қайда кіресіз? Преобразование текста деген тұр мына жерде, соны басасыз. Осыны басу керек. Преобразование текстаны басасыздар. И сосын мына жерде сіздерді өзгертетін нәрсе, бірақ нәрсе ғана, ол модель. Модель дегеніміз ол тілдердің жиынтығы. Мына жер модельге басқан кезде бірнеше модельдер берілген. Оны мынандай нелермен ажыратасыз. V3 деп тұр. V3, V2 деп тұр. V2 жарым деп тұр. Бұл жерде айырмашылық қандай?
егер дұрыстап қарасаңыздар, мына жерде плюс 71 деп тұр. Плюс 71 деген ол V3 моделінде 71 тіл бар деген сөз. Түсінікті ма? Ал мына V2-де 26 ғана тіл ғана бар деген сөз. Сол қандай тіл бар екенін мына бүйтіп ақырын үстінен басып көрген кезде шығып тұрады. Бізге керек модель осы V3. Потому что осының ішінде и өзбекше, қырғызша барлығы бар мына жерде тұр. Ақырын басқан кезде мына жерде казахский деп тұр, казахский, киргизский, корейский деп тұр. Қазақша бар, сондықтан біз текст қойған кезде қазақша жаңағы текстімізді аудиоға айналдырып береді. Одан бөлек показать моделдің ішінде бірнеше модель бар, бірақ біздің таңдайтын моделіміз V3. Немесе V3 болмаса плюс 71 деген нәрсені таңдап аласыздар да просто үстінен бір рет басасыздар, болды. Жоқ, мен тіркеліп атқан кезде ана атымды жаздым, датамды жаздым, одан кейін тілде только English деп тұр да? Иә, English деп істей бересіз, иә. Соны айтып тұрмын. Иә, ағылшын дей бересіз. Сосын қайдан көрдіңіз дейді? Пропускать ете салдым. Иә, астында skip деп тұрады ары қарай сұрақтарында. V2 десе, соны баса берсек бола ма? Жоқ, V3-ті басасыз. V2-де қазақ тілі жоқ. А потому что менде больше нету. Сіз астына қарай түсіңіз, показать все модели деп тұр мына жерде. Мына жерде тұр. Она у меня не спускается вниз. Мына жерде ползунок бар, соны бүйтіп басыңызшы. Ползунок закончился на V2 и все. Сізде V2, V3 или қалай тұрады? Айтыңызшы, 11 деген бар ма? Модель 11 multi V2 деп тұр. Сосын Попробуйте версию 3 альфа. Бітті, сонымен бітеді. 3 альфа, иә, 3 альфа сіздікі, альфа. V3. Иә, сол V3. Начать деймін, да? Иә, начать дейсіз. Болды, сіз кіріп тұрсыз. Енді мен жіберген зумдағы не бар ғой, текст, егер текстіңіз болмаса, зумдағы мен жіберген текстті аласыз, көшіресіз, сосын осыны осы жерге қоясыз. Сызықшаны алып тастайық ұзын. Олар андай негізі жасанды интеллектпен осындай видео жасайсыздар ғой. Сол кезде мынандай ұзын сызықша жасанды генерация түсінбейді, андай бір түрлі звуктар шығарады, деген сияқты ма, или тоқтақ қала ма, сондай. Сондықтан осындай сызықтарды ақырын алып тастаған дұрыс болады. Сосын осылай алғаннан кейін осылай қоясыздар ғой тексттарыңызды. Мына жерге дополнительно спикерлер қоссаңыз болады, каждый жаңағы дауыстарын өзгертіп, ол үшін мына жерде голос деп тұр, в моделінің үстінде тұр, голос деп тұр. Голосқа назар аударсаңыздар, мына жерде үстінен басқан кезде мынандай сары значоктары бар, ол платный, бесплатныйлар мынандай жаңа паузаның значогымен болады. Сол жаңағы голостарды таңдап алсаңыздар болады. Лаура деген бар екен, Джессика, Шарлотта, Гарри, Крис, Лиам деген, ол бізде жаңағы бесплатный дауыстар біз қолданатын. Мынау значогы барлар, олар платный дауыстар. Так. Енді сіздерде автоматически өзі Лиам деп шығып тұрады. Соны қолдана беріңіздер пока. Енді жаңағы істегем, сразу текст, преобразование текста в речь деп шықты сразу. Соны қоя берейін бе? Иә, соны преобразование текстіңізде, өзіңіздің текстіңіз бар ғой, жаңа ChatGPT-ден, соны қойыңыз. Сосын мына жерде генерация речи деп тұр. Генерация речи деп тұр. Сол генерация речиді басасыз. Күтесіз. Мына K11 Labs Мектептерді нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткендей. Ол партасына тығылып, нағыз қызықтарды өткізіп жатыр. Мектеп дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткендей. Ол партасына тығылып, нағыз қызықтарды өткізіп жатыр. Мектеп дәлізі партадан алып тастайын. Потому что бізде фото аз.
осы жетеді. Сосын қараңыздар. Осылай болады ғой. Одан кейін кішкене жаңағы күлу или бір эмоция қосу үшін мына жерде улучшение альфа деген бар, соның үстінен басасыздар. Мына текстті мен еш жерден таппадым, я извиняюсь. Зумчатқа жібердім ғой. Сол менде зумчаст ашылмайды. Қазір мен WhatsApp-қа жіберейін. Аз күте тұрыңыз. Жіберіп қойдым. Мына жерде көріп тұрсыздар ма? Энергетик деп тұр, хаппи деп тұр. Бұндай жаңағы тік жақшаға жасалған нәрсе, ол жаңағы бір эмоцияларды білдіреді. Қазір осылай альфа, улучшение альфадан кейін қайтадан генерацияға жібересіздер. Бұл күніне 5-6 аудио генерация жасап береді. Нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ Айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткен. Сосын скачать ету үшін просто ана кнопканы бір рет басасыздар, скачать деп значок тұр ғой мынау. Бір рет басасыздар, автомат түрде ол түседі мына жаққа. Мынаны көрейік. Мектеп дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ Айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткендей. Менде кешіріңізші, не акцентпен шығып тұр аудио. Сіз V3-ға ауыстырдыңыз ба? Вот ол шықпады ғой менде. Модель бар мына жақта, сол модельді міндетті түрде ауыстыру керек та. Не тұр, модель деп тұр, соны ауыстырып тастайсыз. Ручкамен белгілеп қойдым. Кейін ол аудионы жүктеп алдық қой, сосын не істейміз? Болды, күте тұрыңыз енді. Сізде капкат бар ма? Жоқ, тартуымыз керек па? Или телефоныңызда жоқ па? Жоқ, Google арқылы кіруге болмай ма оған? Болады, онлайн капкат деген бар, сонымен жұмыс жасаңыз болады. Немесе Canva-мен жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, Gemini мен ChatGPT ба? Canva-мен жұмыс жасамап едіңіз? Canva бар. Canva-мен жұмыс жасайтын болсаңыздар, капкат жоқ болса, Canva-ның видео создавать ететіні бар. Бұл жерде скачать етпейсіздер. Жұмыс жасағандар болса, не шыға ба? Сонымен жасасаңыздар болады. Капкатты күтіп отырамыз десеңіздер. Мына жерден главныйға кіресіздер. Canva-мен жұмыс жасағандар болса, создать деп басасыздар. Сосын мына жерде видео деген бар. Мына жерде біраз нәрсе создавать етуге болады ғой. Видео деген бар. Сосын мобильный видео, біз потому что 9:16 форматында видео жасадық. Мобильный видео деп таңдайсыздар. Сосын жаңағы жасаған нелеріңізді, видеоларыңызды загрузка жасап аласыздар. Ол мына жерде загрузки деген бөлімді басу арқылы компьютерден тартып аласыздар осы жерге. Так, ол фиксверсті скачать етіп алдыңыздар ғой. Соны осы жерге қою керек. Так, біреу. Так, екеу. Вот. Загрузкаға басасыздар. Загрузить файл. Мына жерде өзі не жүреді. Тағы да загрузить. Ойна, екеу кетті. Вот. Қоя саласыздар, болды. Сіздің берген жаңағы промптыңыз бар ғой да? Кешіріңіз. Сол не WhatsApp-та жоқ, мынау неде жоқ. Как это? Zoom-чатта да жоқ. Қайсы текст ба или қандай промпт айтасыз? Сол текст, әрбір мектеп дәлізі, нағыз энергия мекені. Так, тағы да жіберейін ба? Мына жерде тұр, Zoom-чаттан
копировать Менде еткізгім. зум-чат ни на телефоне, ни в компьютере не открывает. Кешіріңіз. Қас Ондай да татыңыз. болады екен. Қас. Қарайын. Жіберді сіздерге WhatsApp-қа. Мектеп дәлізі деп қарап көріңізші WhatsApp-ты. Байғұс компьютердің соткаңда ми ашып қойған ғой деймін өзі. Бұлай жұмыс жасамаған едік дейсіз ғой. Жіберілді. Жіберілді де. Ол тұрмақ өзіміздің үйімізді ашып отыр. Жаңағы видеоларымызды қайда көшіреміз? Қай неге? Қараңыз. Сізде екі вариант бар. Біріншісі Canva'да осылай қою арқылы, мен көрсеткендей, Canva'да жұмыс жасағансыз ба? Жоқ. CapCut'та жұмыс жасағансыз ба? Жоқ. Ойбай. Қазір онда былай жасайық. Негізі CapCut Осы сіздерге екеуі. болашақта керек болады. Қазір мен оны айтайын. Татырыңыз қазір. Көрсетіп алайын мына жерден. Так, оны былай жасайық қазір. Скачать ету керек бұны. Новый проект мен өш қалған. Бұрын басқа телефонымда болған еді, капкатпен істеген бір ретінде. Но мына телефонымда жоқ капкат. Қазір онда Генерация речи десем, $5, $25 тек кетті менде. жоқ, ана генерация речида сіз жаңа жасадыңыз ғой, 5-6 рет күніне жасауға береді сіздерге. Сосын мына жерден разработчиктің ішінде ма қазір 10.000 кредит береді. Мына үстінен басқан кезде. Жоқ, мына жерде емес. Мына жерде бесплатный 5-6 рет генерация жасауға береді да. Мен жаңа жасап отырдым ғой бесплатно. Ол жаңағы күніне 10.000-ға дейін не жасалынады. Айына, получается, айына беріледі. Қазір аудиосын жібере салам, уайымдамаңыз. Так, Жоқ, уайымдап отқан жоқпын. Все нормально. все. Қазір мына жерге импортировать етеміз немізді, картинкамызды. Менде мынау компьютерімде память толып қалып, андай болып тұрды. Так. Сосын перетаскать етіп мына жерге. Так, қалай жасасақ болады екен? Қалай удобно болады екен сіздерге? Canva'мен жұмыс жасағандар бар ма? Или вообще жұмыс жасамағансыздар ма? Соны что-то қолға алмаппыз ғой что-то. Мен жұмыс жасағам. Давайте мен сіздерге Canva'мен көрсетейін да. Сосын CapCut'та қалай скачать ету керек, қалай жұмыс жасау керек, қалай генерация жасау керек, соны көрсетейін. Потому что қазір біз CapCut'пен отыратын болсақ, өзі 25 минутымыз қалды. Ол тез кетіп қалады да. Мына жерде CapCut'тың плюсы жаңағы не жасауға болады, мына жерге тексттарды қоюға болады автоматически. Тілдерді ауыстыру арқылы қазақ тілін ауыстырасыз да, генерация жібересіз, мына жерде бүкіл тексттар жазып тұрады, ол аудиосымен бірге болу керек. Давайте қазір Canva'мен жасайық, сосын CapCut'та қалай жұмыс жасау керек, соның видеосын түсіріп жіберемін сіздерге. Так, былай жасайық. Canva'ға кіреміз. Бұл Canva болашақта сіздерге керек болады. Өте жақсы программа. Жұмыс жасағандар білетті. Еще дополнительно бұның жасанды интеллекті келді. Осы комикстар, жаңағы әртүрлі кітаптар осы жерден жасайды. Сонымен қатар грамоталар, постерлар, шақырулар, жаңа видео болсын, барлығын осы жерде жасауға болады. Так. Енді Canva'ны жібердім. Кіресіздер, Google арқылы регистрация жасайсыздар. Сосын видеомызбен, картинканы генерация жасаған видеомызбен жаңағы жасаған аудиомызды осы жерге бірге қосамыз. Canva'ға кіреміз. Мен Zoom-чатқа жібердім. И WhatsApp-қа да жібере салайын.
Сіздер пока ашып регистрация жасай бергенше мына жерден көрсетейін. Біраз дүние жасауға болады. Шақырту болсын, ашық сабаққа шақырту болсын, ойын презентация болсын, әртүрлі. Осы жерде біраз дүние жасауға болады. Ол үшін мына жерде шаблондары бар. Сол шаблондарын қолдану арқылы жасасаңыздар болады. Асқа шақыру, тойға шақыру деген сияқты. Яғни өздеріңіз қалай қолданасыздар, солай жаңағы қолданып жұмыс жасасаңыздар болады. Нелер, анимациялары барлығы жақсы. Мынандай презентациялар жасауға болады. Барлығы шаблонмен просто тексттарын қойып, анимацияларын қойып жасай бересіздер. Так, тіркелдіңіздер ма? Да. Сіздер тіркелген кезде осылай болып шығады сіздерде. Сосын сіздерге басты мақсат мына создать плюс деген кнопканы табу керек. Осы кнопканы тауып, үстінен басасыздар. Басқан кезде мына жерде қандай дүние жасауға болады, солар көрсетіліп тұр. Презентация для соцсети жасауға болады, фоторедактор, видео, документ деп тұр. Бізге керек нәрсе видеоның үстінен бір рет басамыз. Сосын видеоның үстінен бір рет басқан кезде видеоның форматтары шығады. Қандай форматта сіз видео жасайсыз? Жаңағы 16-да 9 ба, 9-да 16 ба? Мына жерде видео альбомный ориентация деп тұр. Бізге мобильный видео керек. Сол мобильный видеоны таңдайсыздар. Бұл енді әркімде бірінші рет қолдануына байланысты мына екінші жерде тұрмауы мүмкін. Мына жерде тұрмауы мүмкін, менікі сияқты. Сондықтан сіздер мына жерде ары қарай жылжытудың стрелкасы тұр. Соны басасыздар да былай жылжытып іздеп табасыздар. Мобильный видеоны. Соның үстінен бір рет басасыздар, өзі новый вкладка ашылып, осылай болып шығады. Мобильныйды басқанда осындай синий экран болып кете ме екен? Осылай белый мынандай кішкентай немен осылай шығады өзі. Аха. Шықты ма? Иә, шықты. Барлығымыз жасап алайық. Сосын осылай сізде болып тұрса, осындай экран, менікі сияқты тура мобильный видеоны таңдағаннан кейін осындай экран болса, сіздерде мына жақ бетінде инструменттер шығады. Сіз осы мобильный видеоны создавать етуге көмектесетін инструменттер шығады. Дизайн, элементы деп, текст деп. Бізге пока керектісі загрузки деген бөлім. Загрузки деген ол жаңаға жасаған, компьютерда жасаған материалымызды, видеомызды осы канваға тартып алу үшін керек. Сондықтан мына загрузкиді басамыз үстінен, сосын загрузить файлы деп тұр. Соны үстінен басасыздар да, жаңағы видеоларыңыз тұрады ғой, сол екеуін көшіріп аласыздар. Бір-бірден көшірсеңіздер болады. Немесе шрифтті басып қойып, бірнеше файлды выделять етіп көшірсеңіздер болады. Ондайды білмейтін болсаңыздар, бір-бірден осылай басып арқылы көшірсеңіздер болады. Ол көшірілген нәрсе осы жерде шығады. Можно спросить, вот біз қазір енді сол үш видеоны осы жерге кіргіземіз. Сосын ол кіргеннен кейін не болады? Ол документальный фильм болып кете ме сөйтіп?
Жоқ, иә, қазір тұрмыз. Осылай бүйтіп загрузка жасап аламыз да, канваның загрузкасына. Сосын бір-бірлеп бүйтіп қоямыз. Бірінші дәліз бола ма? Сіздікі бірінші. Дәлізді бір рет басасыз. Мен мына жерде қарапсыз ба? Қазір өшіріп тастайын. Так, дәлізді бір рет басасыз мына жерге. Бұл автоматически мына жаққа түседі қазір. Міне мына жерге түсті. Көрдіңіздер ма? Сосын екінші бізде қайсы? Айдананы таңдаймыз. Бір рет басамыз, ол да автоматически өсіп түседі. Сіз тартып қойсаңыз да болады, былай үстінен бір рет бассасаңыз да болады. Енді ол сіздің, иә, өзі түседі. Сіз ештеңе былай қосып не істемей қойыңыз, просто бір рет басасыз. Енді келесі бізде аудионы әкелу ғой, тоже загрузить дейсіздер де. Біздің аудиомыз бар ғой. Сол аудионы мына жерде аудио 11 labs деп тұрады. Соны тоже загрузка жасап аласыздар. Күтесіздер. Мына жерде өзі загрузкада бөлімдер тұрады. Картинканың бөлімі бөлек, видеоның бөлімі бөлек, аудионыкі бөлек. Сол аудионың ішінде өзі загрузка біткен кезде аудиоға айналады, өзі ауысады. Мынау кішкене тезірек та кейбіреулер. Ал бисмиллах деп бастай қал құрсын. Сосын мына аудионың үстінен байна нені былай қойып алайық, мына қараны. Сосын аудионың үстінен тоже бір рет басасыздар. Ол үшін жаңа көріп тұрсыздар ма, мына бүйтіп жүретін бар ғой, мынау қара. Соны бастапқы жаққа қойып алыңыздар. Бірінші жаққа. Сосын просто аудионың үстінен бір рет баса аласыздар. Сосын ол автоматически түседі не. Мына бірінші аудиомыз тұр ғой, или тыңдап алсаңыздар болады. Дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ Айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткен. Мектеп дәлізі. Ол бір рет басасыз, ол автоматически мына жерге түседі. Енді осыны көру үшін Мектеп дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы. Бірақ Айдана үшін әлем осы экранға енді картинкамыз дұрыс болмай тұр. Енді осыларды қиып келтіруіміз керек. Бірінші салып алыңыздар. Енді мен сізге қызық айтайын, ана жаңағы $5, $10 деген ол бізде аудио шықпай қалды ғой. Енді без аудио у нас теперь получится. Жоқ, мен сізге қазір аудионы жіберемін WhatsApp-қа. О, боже мой. Зумчатқа жіберейін ба, сіз немен отырсыз? WhatsApp-қа жіберсеңізші, солай легче екен. Болды. Қазір жіберемін. Сізде VPN ештеңе қосылып тұрған жоқ па? Ол не нәрсе? VPN деген расширение браузерда бірдеме тағып, өзіңіз ғана қолданатын ноутбук па, басқа біреулер қолданатын? Лично мой. Дополнительно расширениялар қосып тұрған сияқты, өйткені 11-ста сондай дополнительно расширениялар қосылса, платный қылып сұрайды негізі. Так. Не істеп кеттім, құдайым-ау. Вот. WhatsApp-та видео, аудио жіберіп жатырсыз. Иә. Қазір. Күте тұрыңыздар. Аудионы да дұрыстап скачать етіп алыңыздар. MP3 форматында түсу керек. Егер MP3 форматында түспесе, андай аудио қап-қара болып түседі, сосын менің аудиом жоқ деп айтатындар бар қазір. Сіз наракетпен кеше жұмыс жасап едіңіз, сол наракетқа салсаңыз да болады негізі. Честно, уже ми айналып кетті ғой, қандай
Программа не Кеше наракетпен, помните, жасадық қой ғылым таппай мақтанбаны. Текст Иә. аудиоға айналдырдық қой. Сол сайтты қолдансаңыз да болады. Қазір. Сейчас спою. Сейчас. Текст бар, просто соны қоя саласыз, сосын генерацияға жібере саласыз, тілді ауыстырып, болды, тезірек қой. Наракетке не істеу керек енді ол жаққа? Жаңа мен текст жібердім ғой, мектеп дәлізі деп сол текстті қойып, аудиоға айналдырып жіберіңіз. Менің миымды пожалейте мои мозги. Қазір. Ойбай, мынау что-то мен Word. былай көрсете салайыншы. Алдында кеше наракетпен жұмыс жасадыңыз ғой. Иә. Соған кіресіз. Иә. Аудио құру дейсіз да. Сосын мына жерден ер адамдікі ма? MP3, MP4 разница жоқ, қайсысын таңдайсыз? Мектеп дәлізі дегенді осыны сөйлету керек қой, иә? Иә, осы жерге қоясыз да, мен жіберген мектеп дәлізі деген сызықшаны алсаңыз. Вставить. Сосын аудио құрасыз. Болды. Great audio. Қазір құс ұшады, иә? Иә. 11 Labs'та ана аудио ма? Иә, сізде бар ма? Дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға тола, бірақ айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткендей. Ол парта астына тығылып, нағыз қызықтарды өткізіп жатыр. Жаңа хикая мен қызықты ойынға толы, бірақ айдана үшін әлем осы экранға. Енді аудио деген жеріне соны загрузить деймін, иә? Иә, мына даулын деп тұр ғой, мына скачать дейсіз ғой. Иә, сосын аудио деген жерде загрузка жасайсыз. Бұл скачать етіп алдыңыз ба? Енді просто загрузить файл деп басасыз. Сосын мына жерде MP4A деп өзі шығып тұрады, мектеп дәлізі деп. Соны таңдайсыз да, бір-екі рет басасыз, өзі мына жаққа автоматически загрузкаға түседі. Түсе салам екен. Болды. Иә. Жасағандар бар ма? Жасаған болсаңыздар, зумчатқа жібере берсеңіздер болады. Поделиться деген кезде соны WhatsApp-қа жібересе, ойбай, WhatsApp-қа шыға алмайды екен ғой. Қайыққа жіберем енді оны? Жасап біткен соң ба? Иә. Ал біткен соң админдер арқылы жіберсеңіз болады. Или видеоға түсіре салыңыз телефонға. Так, енді қараңыздар, осылай аудионы салып алдыңыздар ма, қойдыңыздар ма? Қойдыңыздар ма? Қойдық. Енді бұның дауысын қалай естиді екенбіз бұның дауысын? Мына мен экраныма қараңызшы, мынандай қап-қара бүйтіп, не дейді, указка сияқты жүр ғой, мынау бүйтіп жүретін. Соны бірінші басына бүйтіп қойып алыңыз. Осылай бас жағына қойып алыңыз. Сосын барып, мынау сізде мектеп дәлізі деп тұрады. Соны баса саласыз, бүйтіп қойып алыңыз. Мынау қай жерде тұр, сол жақтан кетіп қалады да басталып, мына жаққа былай қойып алыңыз реттеп. Сосын мектеп дәлізі дегенді бір рет басасыз, ол автоматически осы жерге түседі. Загрузкадағы мектеп дәлізді сол басына қой. Мектеп дәлізі бар ғой да, екінші видеоға кіріп кетті ғой деймін. Сол үшін сізде қараңыз, егер мынау былай тұратын болса, мынау былай қарай кетіп қалады. Көріп тұрсыз, мына қара ұзын сызық мына жерден басталу керек. Егер мына жерде тұрса, сол жаққа кетеді. Сондықтан Ctrl-Z деп басыңыз, немесе мынаның үстінен басасыз да, Delete кнопкасын басып удалить етесіз. Егер мына жерде тұрса, ол мына жаққа қарай кетіп қалады да. Сондықтан мына қара ұзынды мына басына қарай бүйтіп қойыңыз. Мен экран көріп тұрсыз ғой, иә? Иә. Мына бүйтіп тартасыз, бүйтіп, или үшбұрыш тұр ғой мынау. Иә. Мынау тұр ғой. Соны мышкамен кесеңіз, өз қолдың сурет пайда болады. Сонымен былай тартасыз, былай қозғалтасыз. Соны ең басына бүйтіп қоясыз. Сосын қойғаннан кейін мына аудионыздың үстінен бір рет басасыз, ол түседі осы жерге.
Так, бір адам жіберді да. Так, сохранить. Память болмай жұмысын. Менде видео, аудио бар, сол видеоны сохранить еткенде тауа алмай отырмын қай жерге. Енді сохранить ету ма? Жоқ, Сохранить қай ету жерге түскенін тауа алмайтын. Мен телефонмен отырмын да. Ноутбукпен отырсам загрузкаға жақсы болушы еді. Таба алмай отырмын. Сіз Googleмен кірген соң загрузки деп іздеңізші, бірақ ол не только ненің ғана браузердің несінде ғана болады. Мектеп дәлізі нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен қызықты ойынға толы, бірақ айдана үшін әлем осы экранға сыйып кеткендей. Ол парта астына тығылып, нағыз қызықтап. Поделиться десем, қалай оны істеймін енді? Мен поделиться қай жаққа жіберемін? Скачать етуіңіз керек па? Иә, На поделиться кнопкасын басасыз. иә, Сосын скачать дейсіз. иә. Сосын күтесіз де, осылай фиолетовый жанады, соның үстінен бір рет басасыз болды. Так, мынаны қалай скачать етсем болады екен? Память жоқ болып, мына локальныйға кіресің. Сиқырлы түнде талшын ғажайыптар әлеміне қадам басты. Сиқырлы түнде... Сіз басқадай тақырыпта жасадыңыз ғой деймін, иә? Видеоны. Кім, мен ба? Жоқ, жаңағы кім жіберді? Иә, Әлішер Рахметолла дейін, да? Талшын ғажайыптар әлеміне қадам басты. Кенеттен шашы жарқырап армандарды оятқандай болды. Жаңа жыл қуаныш, сыйлықтар және шынайы ғажайыптарға сену. Сиқырлы түнде талшын ғажайыптар әлем. Өте әдемі, жақсы, күшті. Сізде сұрақ бар ма маған? Сұрақ жоқ. Енді соны біз қазір... менде сұрақ кеше басқа аудионы не істемен істедік та, бүгін басқа. Кеше наркетпен істеп едік, бүгін басқа. Разницасы неге деп сұрайын. Разницасы, қараңыздар, мына жаңағы нарекетте бізде нелер жоқ. Басасы ғой. Нағыз энергия мекені. Әрбір үзіліс жаңа хикая мен... Эмоциялар ма? Эмоцияларда мына жерде улучшение альфа деп тұр ғой. Соны каждый раз басқан кезде адамның негізі мына Element Labsқа кірген кезде бөлінеді олар. Баяндау деп сондай. Бұның баяндауы өзгереді улучшение альфа жасаған кезде. Әңгіме айту мүмкін, баяндау мүмкін деген сияқты сондай нәрсе бөлімдерге бөлінеді. И дикциясы да өзгереді. Сол жерде разница. Түсінікті. И сосын звукграмм деген бар. Енді бұл жерде звукграмм бұл бізде мына жерде негізі детский голос та бар, бірақ платной версиясында или изменение голоса деген ұзақ болып кететін болып тұр да. Оның орнына звукграммды қолданып просто тонын өзгерткен кезде баланың дауысына өзгереді. Қойып тексті. Сосын мына жерде тонды плюс минусқа өзгерткен кезде адамның дауысы өзгереді. Математика қуаты, тарих сырлары, табиғат магиясы, математика. Түсінікті. Звукграмммен жасау керек, баланың дауысы деген сияқты нәрселерді. Тонды өзгертесіздер, высота, тональность дегендерді. Клонирование жасау керек та. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мен WhatsApp-тағы бір номерға жібердім, 3157 деген. Все хорошо.
Менде Мгм. бір сұрақ, біз қазір 3 промпт жазып 3 сурет жасадық қой. Аха. Кейін болашақта өсіп жасайтын болсақ, суреттеріміз бір-біріне ұқсайтын болу үшін не істесек деген сұрақ. Бір-бірлеріне ұқсас үшін. Иә, Жаңа, қыздың түрі ауысып кетеді, сондай болады да, біз промпт сәл өзгеріп кетсе. иә, 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 иә. Иә, иә, ондай бар. Онда былай жасайсыздар. Жаңағы ChatGPT бар ғой тоже. ChatGPT-ға не бересіз? Маған осы қыздың суретінен мынандай өзгермеу керек деп ше, осылай болу керек деп. И сосын ChatGPT сізге прям сондай қылып жаңағы промпт жазып береді, соны қолданасыз. Енді болашақта бұнымен жұмыс жасайтын болсаңыз. И потом тағы бізде программа бар, Flow деген. Ол жерде енді каждый раз образец салып отырасыз. Мына жерде де тоже образец салып отырасыз ғой, генерация картинка жасап алғаннан кейін, бірақ качествосы онша емес болады. Ал мына жерде уже каждый раз картинканың несін қойып отырасыз, чтобы өзгермеу үшін. В общем, промптпен әдемі жұмыс жасау керек бұл жерде, барлығы промптқа байланысты. Аха, түсінікті. Сосын мына жерде Cloudy деген тағы не бар, сервис бар. Бұл өте жақсы нелер береді. Промпт береді. Промпттарды бөліп әдемі қылып жасап береді. Соны қолданып көрсеңіз болады. Мысалға бізге сцена бойынша бөліну керек қой. Сол кезде осы сцена бойынша жасайды, чтобы бір-бірінен ауытқып кетпеу үшін. Сол әртүрлі жаңағы Gemini'ді, әртүрлі жаңағы осы Cloudy, ChatGPT-ді барлығы промптқа байланысты негізі. Промпт қалай бересіз, солай жұмыс жасалынады ғой, сценарий бойынша, кадр бойынша. Түсіндіріп айту керексіз басында. Мен осындай нәрсе жасайын деп жатырмын. Сценарий бойынша немесе кадр бойынша істеліну керек. Осынша кадр болу керек, өзгермеу керек деп бастапқы талабыңызды қойып алуыңыз керексіз. Аха, түсінікті. Енді сіз қолданып жүрген AI-лардың списогін ала аламыз ба біз? Или алдағы сабақтарда қолданамыз ба сол кезде? Алдағы сабақта қолданамыз, иә. Біз ертең өздеріңіз таныстырасыздар ма? Соған идея жасап келіңіздер. Өздеріңіз таныстыратын. Сосын картинкаларыңызды дайындап келіңіздер. Әдемі картинкаларыңызды. Сосын соған сай видео жасаймыз. Пәні мұғалима. Түсінікті. Тақырыбымыз қазақ тілі сабағында тұтас және тұтас емес мәтін құрауда жасанды интеллектінің тілдік және когнитив. Немесе просто бұл жерде кішкене расширениесі, качествосы өте жақсы бұның Flow'дың, бірақ несі бар да, айына ғана 100 кредит беріледі. 100 кредит ол 8 секундтан 32 секундтық видео ғана жасай аласыздар ертең. Немесе бірнеше аккаунттарыңыз болса, или временно аккаунт создавать етіп жұмыс жасасаңыздар болады. Все прекрасно, просто жаңағы кредиттар аз берілетіні жаман екен тура. Иә, сондықтан мен фикс версті көрсетіп тұрғаным, бұл күніне беріледі ғой. Бұл жерде енді кішкене несі бар да, аудиосын бөлек генерация жасау керек деген сияқты ғой. Картинкасын бөлек қозғалтып алу керек. Потом картинканы ChatGPT-де бөлек генерация жасау керек. Немесе сондай нәрселер бар да енді. Немесе бұл жерде осы жерде жасауға болады. Енді сіздер басынан жасап жатқандықтан ондай дүние сразу сіздерден шыға қоймайды. Кішкене оны түсіну керек. Бұл программа қалай жұмыс жасайды, соны жаңағы әр жасаған сайын, әр задание жасаған сайын уже біле бастайсыз да. Қазір сразу сіз промпт салып, сразу жасап кете алмайсыз. Сондықтан сондай бір тиімдісі осы болып тұр да, FixVerse. Ал бұл Flow'дікі өте жақсы. Бұл жерде аудионы бөлек, картинканы бөлек генерация жасамайсыз. Мысалы, мынандай мультфильм жасайтын кезінде де тек қана промпт жазасыз. Мынандай мультфильм жасайтын кезде тіркелесіздер Google арқылы, сосын тек қана промпт жазасыз, ол өзі жасап береді сіз үшін барлығын. 10 күндікті шақырамыз. Басталу уақыты 7:30-да. Бұл өзі сценамен жұмыс жасалынады, улучшение сцен, переход сцены деп сөйтіп ауыстырып жұмыс жасалынады. Енді болашақта бір заказбен жұмыс жасаймын десеңіздер, кредитін сатып алуға болады. Сол кезде тиімді болады негізі.
сол. Оказывается, Canva деген біздің капкут екен ғой да просто. Енді капкутқа жетпейді енді. Бірақ енді кішкене несі интерфейсі жеңілірек. Бірақ енді капкут сияқты нәрселер жоқ. Бірақ мынандай мысалы картинкаларды қиып, артқы фонын өшіріп деген сияқты нәрселер жасауға болады. Удалить етіп, өзгертіп, дополнить етуге болады. Текст қосуға болады деген сияқты. Немесе дизайнмен жұмыс жасасаңыздар болады. Мына жерде готовый дизайндар бар, соны қолдансаңыздар болады. Шақыртуға бірдемеге керек кезінде мына жерде шаблондар бар. Соны қолдансаңыздар болады. Негізі өте жақсы сайт бізде, программа. Или платформа дейміз. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Бүгіндікке жоқ. Мен қазір осыны жасайтын, қатысып отқандар жасамаған болса, осыны жасайтын кешегі сияқты видео жіберем. И сосын Zoom-ның видеосы жіберіледі. И одан бөлек Zoom-да YouTube. этот капкатпен қалай жұмыс жасаймыз, соның видеосы бөлек беріледі. Осыны ше капкутпен жасасақ та болады ғой негізі. Телефонда капкутпен жасаймыз ғой. Иә, капкутпен жасасаңыздар болады. Капкутпен өте жеңіл. Просто жаңа импортировать етіп, қиып, сондай нәрселер жасау керек. Өте ыңғайлы ғой негізі. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда курсты аяқтай берейік. Ертең осындай уақытта 7-де кездесеміз. Рахмет, жақсы, сау болыңыз. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.